Құрметті асылдарым, біздің арнада үй алардағы 10 қағида және қандай қателіктерді жібермеу керек екенін айтатын боламыз. Жайын жасырған қағидалар бар. Яғни асықпау керек. Құжаттарын тексеріп алыңыз. Уақытты үнемді. Ары қарай өмір сүруіңізге өте кері әсерін тигізеді. Задатық бермеңіз. Бұның өздері білмейтін, шешілмейтін бұлғақтау шараларды қолданса, үй аларда ең бастысы асықпау керек. Өйткені адамдар орташа есеппен бір баспанада 10 жылдай уақыттарын өткізеді екен. Ал ондай болса несіне асығамыз? Асықпай таңдап, өздеріңіз қарап жүріп алғандарыңыз дұрыс. Екінші қағида. Құжаттарын тексеріп алыңыз. Өйткені кей үйлердің бұрынғы қожайындары сатып алу кезінде әртүрлі қателіктер жіберуі мүмкін. Ондай қателіктерді біз қазірде анықтап жатқан жағдайларымыз бар. Сондықтан үй аларда құжаттарын асықпай тексеріп, біздің кеңесшілермен, заңгерлермен толық зерттеп алыңыздар. Уақытты үнемде. Яғни сіз өзіңізді таңдаған үйлеріңіз жұмыстан немесе балаларыңызды оқитын оқу орнынан 10 минуттық жаяу жүретін жерде болса, онда өте керемет. Ал егер де жарты сағаттық жолда қоғамдық көлікпен немесе автокөлікпен жүретін болсаңыз, бірнеше уақытыңыз, қаражатыңыз текке кететін болады. Ал енді есептейік. Егер сіз жұмысқа барып келуге немесе балаларыңызды апарғанда жарты сағат уақытыңыз жолға кететін болса, сіздің 10 жылдағы уақытыңызды есептесек, 152 күніңіз сіздің қоғамдық көліктерде жұмысқа барып келуге кетеді екен. Сондықтан сізге уақытыңыз өте қымбат деп есептеймін. Үй таңдарда көршіңізбен ақылдасыңыз. Жалпы негізі үй таңдағанда көршілеріңізді таңда деген қазақтан нақыл сөз бар. Яғни көршілеріңіз сол үйдің әртүрлі проблемалары болса, немесе үйдің сіз білмейтін немесе қожайын жасырған әртүрлі құпиялар болса, олар міндетті түрде сіздерге оны айтатын болады. Үйдің биіктігі 2,6 немесе 3 метр деген қағидалар бар. Яғни үйдің биіктігі өте маңызды. Өйткені 2,8-ден немесе 3 метрден болатын болса, онда өмір сүру қалпы орташа деген сөз. Ал егерде үйдің потолоктары 3 метр болатын болса, ол сіздің өмір сүруіңізге өте қолайлы және де балаларыңыздың ойлау қабілетіне де жақсы әсер ететін болады. Аманат хом арқылы үй алар кезде задатық бермеңіз. Өйткені үй сатушының сіздерге айтылмаған бірнеше құпиялары болуы мүмкін. Яғни олардың үйлерінің өздері білмейтін, шешілмейтін бұлғақтау шараларды қолданса, немесе үйдің қабырғалары, немесе үйдің материалдары басқа материалдармен сәйкесінше құжаттары дұрыс болмайтын болса, құжаттары жарамсыз болып табылады. Черновой немесе дайын үйлердің айырмашылығы неде? Егерде мүмкіндік келіп жатса, дайын үйлерді алғаныңыз дұрыс. Өйткені черновой вариантты ремонт жасайтын болсаңыз, көп уақытыңыз бен қаражаттарыңыз кететін болады. Құрметті достар, ең соңғы ақыл кеңесім пайызсыз баспана алуға кеңес беремін. Және де оригинал құжаттары қолыңызда болса, сіздің үйіңіздің берекесі кіреді. Егерде сіз үйіңізді төлей алмай қалып жатсаңыз, онда сізге ай сайынғы төлемдер алғашқы жарнаны қайтарып беретін. Қазақстан бойынша тек қана жалғыз мекеме, ол Аманат хом. Аманат хом арқылы үйлеріңіз берекелі болсын. Пайдалы деп танылсаңыз, немесе сіздің досыңыз үй алғысы келіп жүрсе, осы видеороликпен бөлісіңіз. Және де біздің арнаға жазылып, колокольчикті басып қойсаңыз болады.